Ибн Сириннің айтуынша, түсіңізде өрмекші сізді шағып алғанын көрсеңіз, сізге бір ауыр соққы болатын қулыққа түсетіндігіңізге ишара, сондай-ақ сол адамның сіздің артыңыздан жаман сөздер айтатындығына ишара. Түсіңізде улы өрмекшінің сізді шағып алғанын көрсеңіз, жақын бір адамыңыздың сізге жамандық жасайтындығына ишара, және бұл жараңыздың психологиялық тұрғыдан көп уақытқа дейін созылатынын белгісі. Ауырып жатқан адам түсінде өрмекшінің бетінен шаққанын көрсе, оның ауруы асқынатындығына ишара. Түсіңізде сізді өрмекші шағып алса, сіз жақсы деп ойлап жүрген нәрсе сізге тұзақ болатынын белгісі. Түсіңізде өрмекшінің шаққанын көрсеңіз, сіз өз өміріңізге немқұрайлы қарап жүргендігіңіздің белгісі. Түсіңізде өрмекшіні көрсеңіз, денсаулығыңыз сыр беріп, бір ауруға шалдыққаныңызға ишара. Түсіңізде өрмекшінің қолыңыздан шаққанын көрсеңіз, дінге бет бұрыңыз дегенді білдіреді. Істеп жүрген жаман қылығыңызды тоқтатып, жаңа өмір бастаңыз дегенді білдіреді. Түсіңізде өрмекшінің шағып алуынан аман қалып, оны өлтірсеңіз, сіз күнәңізді тәубе жасағаныңыздың белгісі. Түсіңізде өрмекшінің қолыңызды шағып алғанын көрсеңіз, кедейшілікке тап болатындығыңызға ишара. Түсіңізде өрмекшінің қолыңызды шағып алғанын көрсеңіз, таныстарыңыздың бірі сізге дұшпан екендігіне ишара. Түсіңізде өрмекшінің қолыңызды шағып алғанын көрсеңіз, алға қойған жұмыстарыңызды биыл жасай алмайтындығыңызға ишара, сол себепті келесі жылға қалатындығының белгісі. Түсіңізде оң қолыңызды өрмекші шағып алса, ақша табуда көп қиыншылықтар болатындығына ишара. Ал егер сол қолыңызды шақса, харам жолмен келген ақшаны алып қойғаныңызға ишара. Түсіңізде өрмекшінің сізді шағып алғанын көрсеңіз, сіздің жаман жолда жүргендігіңізге ишара, сондай-ақ дінде адасып жүргендігіңізге ишара. Бойдақ адам түсінде өрмекші шағып алғанын көрсе, оның жақын бір досының жау екендігіне ишара, және сол жауы оған бір жамандық жасайтындығының белгісі. Наблюсидің пікірінше, тұрмыстағы ел түсінде өрмекшілерді көрсе, күйеуі мен оның арасында бір түсінбеушілік болатындығының белгісі деген, сондай-ақ бір жаманшылықтан кейін жақсылық болатындығына ишара. Түсіңізде сізді өрмекші аяғыңыздан шаққанын көрсеңіз, сізден талап етілген нәрселерді жасай алмайтындығыңызға және бастаған ісіңізді орта жолдан тастайтындығыңызға ишара. Түсіңізде өрмекші арқаңыздан шағып алса, біреуге қиянат жасағандығыңызға ишара.